Итті үйде ұстауға болмайды деген хадис келген ба? Жалпы мағынада хадис келген, иә. Ман иқтана кәлбан деп келеді ғой. Кімде-кім бір итті асыраған болатын болса, илля кәлбан дариян лисойд, енді ол бір аңға шығатын ит емес. Ау кәлба машиятин, мал бағатын ит емес. Файна янқусу ажруху күлле йаумин қираатын. Оның сауабы күніге қыраттап кемиді дейді. Сауабы кеміп қалады дейді. Қырат деген көп мөлшерде деген мағынаны білдіреді. Енді осы хадистерге сүйеніп, ғалымдар итте себеп болмаса, жайдан жай ұстауған дұрыс емес деп есептейді. Жай қызық көріп ұстады, болмаса төбелестіремін деп ұстады. Бұл иттер не оның сауабын азайтады деген сөз. Жаңа рұқсат етілген иттер қандай сонда? Кәлбі ғанам деп қояды, болмаса машия деп қояды, мал бағатын иттер. Енді малға шығу мүмкін, қайтару мүмкін. Енді мал бағатындарға ит керек болады ғой кей кезде. Ит шаршамайды, ары бері жүгіре береді деген сияқты. Болмаса кәлбі сойдин, аңға шығатын ит, үйретілген ит болатын болса, оны ұстауға рұқсат берген. Болмаса кәлбі харзин, жаңағындай не, қарауыл ит. Егінді қарауылдай ма, жоқ малды қарауылдай ма, жоқ үйді қарауылдай ма, үйге біреу келген болатын болса дыбыс беріп деген сияқты, ол үлкен болуы мүмкін, кіші болуы мүмкін, дыбыс беріп біреудің келгенін білдіру үшін үйдің бір қарауылдайды. Егер осындай себептер бар болатын болса, онда ұстауға рұқсат береді. Оның өзінде не сыртта болады, үйдің ішінде емес. Ал жаңағындай себепсізден ұстағанса, онда оның сауабы кемиді деген. Енді сауабы кемиді дегенді ғалымдар әртүрлі түсіндіреді. Өйткені ит тұрған жерге періште келмейді, сонда сауаптар азаяды деген сияқты. Болмаса ит басқа біреуге жаңағыдай қорқытып зиян берген болатын болса, сол арқылы сауап азайып қалады деген сияқты. Болмаса тыйым салынған нәрсені істеген үшін сауап азайып қалады деген сияқты мағына береді дейді.